Ақтауда мемлекеттік білім гранттарына құжат қабылданып жатыр. Үміткерлер құжаттарын EQF порталы арқылы немесе университеттің қабылдау комиссиялары арқылы офлайн тапсырылады. Науқан 20 шілдеге дейін жалғасады. Ал грант иелерінің тізімі 10 тамызға дейін жарияланады. Айта кетейік, еліміздегі жоғары оқу орындарының барлығына 73 мың грант бөлінді. Оның басым бөлігі бұл инженерлік өңдеу және құрылыс саласына бөлінді, 19 мыңға жуығы. Екінші орында бізде педагогикалық бағытқа 12.560, үшінші орында ақпараттық коммуникациялық бағыты 10 мыңнан астам және жаратылыстану, статистика және математикаға 7300-ге жуық грант бөлініп отыр. Маңғыстау өңірінде жалпы 11 сынып мектеп бітірушілердің саны 7400-ге жуық болды. Оның 6535-і ұлттық бірыңғай тестілеуге кіріп, 80%-ы мемлекет тарапынан белгіленген, министрлік тарапынан белгіленген 50 балдық шекті межені өтіп, грант конкурсына қатысуға мүмкіндік алып отыр. Биыл мақсатты гранттардың санында да өзгеріс бар. Былтыр өңір жастарына 6000 грант берілсе, биыл 1500 грант бөлінген. Бұл инженерлік, педагогикалық, ақпараттық коммуникация және жаратылыстану бағытына оқуға түсетіндер үшін үлкен мүмкіндік дейді мамандар. Айта кетейік, қазір өңірімізде еліміздің жоғары оқу орындарының өкілдері келіп, талапкерлерді университеттер жөнінде ақпараттандырып жатыр. Нысаналы грант бойынша біздің академияда 4 мамандық бойынша барлығы 20 орын бөлінген. Олар электротехника және энергетика, көлік және көлік техникасы, магистральдық желілер және инфрақұрылым және көлік имараттары. Маңғыстау облысына қазіргі таңда ақпараттық жүйелер мамандығына 5 нысаналы грант бөлініп отыр. Әлі толық меңгерілген жоқ. Айта кетейік, мемлекеттік білім грантына құжат қабылдау 20 шілдеге дейін жалғасады, ал грант иелерінің тізімі 13 тамызға дейін жарияланады. Еркін Қарасайұлы, Сұңғат Көнебай, Ақтау Ньюс.